Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қысқа арнап өте дәмді қыстық салаттардың бірі лечо дайындайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті көкөністердің барлығын жуып, турап, кесіп дайындап қойдық. Ет тартқыштан өткізуге дайындап, барлық құрамдарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен біз тәтті бұрыштарымызды осылайша турап шығатын боламыз. Мен тәтті бұрыштардың қызыл және де көк түрін қолдандым. Содан соң ас көктерімізді де осылайша турап салып қоямыз. Ең алдымен ет тартқышымыздан ащы өнімдерімізді өткізіп алдық. Содан соң артынан жаңағы біздің қызанақтарымызды өткізіп алып, оны 15 минут көлемінде бір қайнатып аламыз да, бетіндегі керек емес осындай көбіктерін алып тастайтын боламыз да, араластырып, үстінен жаңағы біздің турап қойған тәтті бұрыштарымызды салатын боламыз. Салып барлығын жақсылап араластырамыз да, орташа отта тағы да бір бұрқылдатып 15 минут көлемінде қайнатамыз. 15 минут мінекей қайнау барысы араластырып қоямыз. Бұл салат, достар, өте дәмді болып шығады. Қыс айында кез келген тағам түрімен ұсынсаңыз болады. Ал енді мінекей қайнап шыққан соң үстінен біздің қалған өнімдерімізді салатын боламыз. Ол бізде сарымсақ пен ащы бұрыш саламыз. Содан соң үстінен жаңағы біздің тұзды саламыз. Шекерімізді саламыз. Және де иісі жоқ сұйық май құямыз. Тағы да барлығын осылайша ағаш күрекшенің көмегімен араластырамыз. Достар, осыдан бөлек менің арнамда қысқа банка жабу рецептері бар. Өте оңай жолмен жасалады. Міндетті түрде қарап көрсеңіздер болады. Өзіңізге ұнаған рецепттерді менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендігі кезекте біз уксусымызды құямыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып қоямыз да, үстінен біздің аскөктерімізді салатын боламыз. Аскөктерімізді салып болған соң тағы да бір рет араластырып, орта отта тағы да 15 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болып қалады. Мінекей қайнау барысы тағы да араластырып қоямыз. Мінекей достар, біздің керемет дәмді лечо салатымыз дайын болды. Қазір оттан сөндіріп алатын боламын. Алдын ала барлық банкалар мен қақпақтарын залалсыздандырып алдым. Енді біз барлық жаңағы қайнап тұрған салатымызды банкаларымызға салып шығатын боламыз. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде, достар, осы видео рецепт бойынша дайындап көріңіздер және де өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар. Мінекей біздің салаттарымыз дайын. Бізге ас болсын.